İyi akşamlar, hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Яңа bir video түсіріп бардым да, қарасам, орны біткен екен. Мен айтам, міне, тырыштым, сөйледім. Әрім айтам, яңадан башлаймын енді. Жамағат мен айтам, кибітке бардым да қарбыз алып қайттым, 5 қарбызны. Теге біздің ауылда өсәдір алар қарбызлар, шуңа көре сағындыра қарбыз. Балашақтан аша беренгеш. Шуңа көре қарбызлар алдым 5-әуіне. Енді бір видеода ясап қойдым енді. Шу айтасы келе, ол бір кибітлері бар аларының, Протслава деген халыққа арзанырақ ясаған болалар. Анда енді бейленіп болмай, алай себеп yok, арзанырақ тырышқа шиндалар. Алар анда 10 сомға ма 10 сом диресінде шunu саталар енді килосын. Ол Қазақстанның тігі су сепкен қарбызлар енді үлен тәмі келе. Біздікілерін бек су сепмейлер бейт. Шуңа көресі енді тәмдірек біздікі. Шул холодок деген шыққан қарбыз халық алынамай енді бек мұнда. Алмайлар. Мен әні алдым енді 5-әуіне. Әлік 1,5-2 1 кило 1,5 кило. Yok, какой 1 кило дейм. 100 сумнан шығып кетті бірісі мәселен. Алар 17-18 сум. 6-7 кило. Қайсы бір 3-4 килограмм, бірісі 8 килограмм, бір не қатыленді алайса. 25 килограмм алып қайтқандыр. Рюкзак алдан бір рюкзак, ортан бір рюкзак. Қолларымда 2 пакет 5 қарбыз алып қайттым да. Шуны енді видеода шығып қойдым хаттанда орыс тілінде. Нәрсе дейді мен адаммен. Айтам, міне бұл фреш деген, яғни орысша сок енді таташа су ең міне ең қадірлі ризықның мә нәрсе жиләкнің мә суы енді шул деп атала. Мен қарадым да, мен айтам, міне Советлар Союзының сағыналар қайсы кімдір. Шул уақытта қайтасы келем. Міне барығыз шул деген неге енді фреш деген кибітке барығыз. Анда пішіранып біткен қарбызлар, қойда аунатқанлар ол қарбызны білмейм. Халығыз әне пішіранып шатланығыз міне. Міне әгерде сағынсағыз шул. Қайсы уақытта мен айтам, шул уақытта кіредірін кибітке. Қатта тігіні май, гүмбағаш майы. Шынасын мен ағайтам. Не бейт, қағазы майланған. Мен газетті сәуді темасын алып барадырым. Сәуді мәселелерін. Шуға көре кірдім де. Редакциядан ерақта түгіл енді бір 300-400 метр ма. Айттым енді аларға. Майлы мен айтам, қағаз полкада алып ташлағыз, емсіз бейт. Көтіне дәлмей. Ненде кіші ол сатып аларға келген. Алар тігі Индияда бар де, касталар де 14 ме. Тағы енді неприкасаемый деген бар. 14 каста, енді бірсі мәселен қағыларға да ярамай қатта бата башласа, қағыларға ярамай кішіні. Шөнкі аларда шулай екен. Оқытушы вақтын айтқан, қойын келіп шыққан ол. Ол де мәселен де, анда де, шындай антисанитария, қойсы кішілер де, шындай пішірақ іш білән шығылленәс келмей, шына көре қойсы кастылар, неприкасаемый бар, аларны де, түбәнді кастыларны ішқа қошалар, түрлі ішқа де, шындай ішлерге шына көре алар енді не. Шына айтасы келе, ол шылтығы неприкасаемый деп, әлі түбәндегі бір касты кішісі деп ойлағандыр енді, біз журналистлар ішқа бейт галстук тағып, құрсақны алға шығарып ермейбіз енді, кірәбіз де шулай. Шына айтасы келе, оттыңнамады, бардым да директор шақырттым, директор бар байттым енді, шынасын алып келіп, мұны рұшқа шындағыны алыштырды. Міне шында өздерін ешек тұталар енді шул айтасы келе міне. Ол кебітті қызық қәл болды шу әлі ол зияптағы уақытында бір достым келді да, біз мен ауылдан қайтқанда немәрхум рұқшат болсын, үйдегі қаймақ ясайдыр шекар шалып шындай бектәмні. Шул қаймақны мен бір кішінәтігі Нокус деген Қарақалпақстанна шыққан балалар шынды кішкіне банкі шынды балы алып қайттым да, балы бұшаға шында немәрхум шында қаймақ жын салып бердім. Шынаны бардым да, енді біз әбитке соң қалғаш мен тігі орыс мә, атасы черкес, анасы маржа, шул малайның айтам әйті барабызды шәй ішеміз менде деп кебітке кіріп біріне салып емес, шул не білән қаймақ білән шәй ішіп. Шық келем шул кебіттен, что у тебя там деп, мені қолыма тігі охрана нәрсәме қолын тығып ята мен кісіге. Тоқтат та сұра,
пожалуйста, выверните карманы, покажите, что у вас деп можно посмотреть деп була бит менә. Юк, мен кулын тыгып миңа, что у тебя там деп миңа бәйләмәде. Шакырттым да мен әйтәм, шунасын мен әйтәм, менә мен әйтәм. Улакта комсомол булды, собраниедә мен әйтәм. Сөйләгез менә, ни кеше шулай кешеләрне итәсез. Ул уйламагыз менә, үзен турыны кайгыртып йөрү. Юк, иртәгә ул тагы бер кешегә бәйләнә. Ул менә мәсәлән без гади киенгән кеше, ул бәлки яхшыдыр. Чөнки алар менә бер шул теге гади киенгән кешегә килеп теге кадала, икенче кадала арасында бер килеп чыга шул. Я журналист, я бер җитәкче. Әле вакытында килгән безнең инде мәрхүм инде кызганычка каршы вице-мэр булып эшләде ул. Сәүдәне алып барадыр, сәүдә мәсьәләләре. Рустам Исмәгыйлович мәрхүм рөхшәт булсын. Ул кайсы вакытта барады шул кибетләрне тикшерә мәсәлән. Ул шундый гади генә киенгән кеше бик ни әллә нәрсә дирсен белмәссең инде шулда. Шунда килә дә кибеткә. Анарга әшәке сүз әйтәләр кибетчеләр тотып, бер әллә нинди кем икән дип. Шунасын ул тикшерә башлый. Шунасын вакытында миңа шуны миңа әйттеләр директорлар кибетнең. Зинһар дип аның фотографиясын алып килеп бир әле. Без әле куеп кызлар күреп торсын имеш шуны. Алар имеш менә шуны күреп, яхшы гына урысча әйтүшле инде. Әйтсәң, обслуживание дигән яхшы гына имеш каршы алалар инде. Калганнарны инде алар инде сүгеп җибәрәләрме? Менә әйтәсе килә. Менә шулай инде. Минемчә ул советский торговля дип. Алар бит вакытында беләсезме? Әле мин әйткәнем, ни бер кыска роликта миңа мазаклап сөйләделәр инде. Нидә ди первомайск демонстрацияда һәммәсе ди ура, ура дип кычкыра, ә без урла, урла дип кычкырабыз ди. Менә шулай мазаклап диткәннәр инде. Шуңа күрә арасында була кайсы вакытта тырыш кеше менә миңа бер таныш мен бер марҗа кызын эшкә урнаштырган идем. Шунда ул әйтә, анда ди үзләрен тәмәкеләрен ди китереп ди әкрен-әкрен ди кибеттә тырышалар сатырга. Мине ди сатмасам ачу килә аларны ди миңа бер этлек эшләргә торалар, әгәр дә мин алар белән бер булмасам, урысча әйтмешчә заодно. Менә шундый мөнәсәбәтләр булды вакытында алар. Хәзер белмим инде, хәзер андый ни дефицит юк, шуңа күрә аларны дәрәҗәсе төште. Шунда карамастан алар кайсы вакытта тырышалар инде сине каты рәвештә җавап бирергә. Алар инде түзергә тиеш эштә. Ул без мәсәлән һәркайсыбыз эштә юньле җавап бирергә тиеш инде түзергә кайсы вакытта. Нишлисең инде аны? Менә шул карбызны әйтәсең килә инде. Шул да булган иде. Менә мәсәлән шул перекресток дигән, беләсез, сезнең шәһәрләрдә дә бардыр ул перекресток дигән. Анда арасында таш шикелле килеп чыга шул карбыз. Ул әз генә бер җирендә ашарлык ни йошаграк теге Протславага караганда, а Протславын карбызы Казакстаннан алар әле әйтәсе килә ул су сипкән яр инде теге урысча әйтмешчә полбеды теге үлән исе килә, үлән тәме. Анда беләсезме, бутка шикелле ул. Кисеп талышырсың, бутка шикелле урысча әйтмешчә перезрелый, артык пешкән мәллә, нәрсә белмим инде, нинди сәбәбе. Инде мен әйтәм, күтәреп кире алып барып бирим калганнарын. Әй шул теге 70-80 сумга вакланып бу кеше йөри икән дип, үзендә имеш күтәреп аны анда ярты километр, ярты чакрым күтәреп барырга кирәк, аны кире сдавать итәргә, чекны эзләргә. Мен әйтәм, әй шуқын китсен алар, нәрсә аларны инде шуның өчен кайгырып шулда булган ни. Уйлаган идем, алып барып тик прилавогына ташларга да ярган карбызны ачуын китереп ташлап мә дип, бурылып китергә шуларга, я кибеткә кертеп, шунда переходка, проходка ташлап китергә инде шул. Үзләре сыйлансыннар шуның белән. Кайсы вакытта мазаклап әйтәм кибетчеләргә, мен әйтәм, шундый канун чыгарырга кирәк. Менә мәсәлән, кибетче тәмсез карбызны ашатса, сатса безгә, безнең хакыбыз булырга тиеш, анага хокук мәсәлән китереп, хокук булырга тиеш бездә аны китереп, шул карбызны бушлай үзебез акчагызга шуны ашатырга, шул тәмсезне ашасын, шунда белерләр ул карбызны. Әллә инде саталар. Инде берсе булса яри, икесе алар бит тегендә тегесе дә монсы да бөтен партия шундый партия тулысынча шундый гомумән авызга алып булмый карбызларны. Менә карбызлардан башлаган идем, карбызлар белән тамамладым. Бер инде логикасы әңгәмәсендә юк дип әйтә алмассыз инде. Яри алайса, тыңлаган өчен рәхмәт сезгә. Исән сау торыгыз.